Не үшін Құдайға сенбейсің сен? Сенетін негіз жоқ қой Құдайға. Қайтып сенесің? Неге? Не үшін сеніп жүрсің сен мысалы? Қалай, не үшін? Жаратқан Аллах тағала ғой бәрімізді. Вот соны бір сәт ойландың ба? Мен мына Құдайды қашан қалай таптым, және бұған мен не үшін сеніп жүрмін? Бұған деген сенім маған қайдан келді деп бір сәт ойландың ба? Жоқ, Құдай Әлде саған ойлануға тыйым салынған ба? Сонда адамзат қаяқтан шықты? Білмеймін қаяқтан шыққан. Білмегенің өзі болды ғой, бітті ғой сенің мына сөздерің біреуіне дәлелдей алмайды. Конечно, білмеу деген нормально ғой, ол білем деген опасный. Жоқ, біліп тұрып білмеймін деп отырсың да просто. Жоқ, білмеймін деген, сенің білем дегенің ол не нәрсе екеніне байланысты да, ол білем деген аңыздан кеңес. Адам деген бір тамшы судан жаратылады ғой, жалпы. Қойыңдаршы, не қылып ана 4-ші ғасырда қалып кеткенсіңдер. Қазір ғылым қандай дамыған, бәрін керемет түсіндіріп, бәрін істеп ойланбайсың. Ғылым дамығанның арқасында, білесің ғой, өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды деп Ыбырай атаң айтқан. Айшылық алыс жерлерден әп-сәтте хабар алғызды. Өнер білім, ғылым бар жұрттардың арқасында екеуміз айдалада отырып сөйлесіп отырмыз да. Міне TikTok-тың құдіреті, интернеттің құдіреті, светтің құдіреті. Осының барлығы ғылым арқылы дамығанымыздың нәтижесінде осындай жетістікке жетіп отырмыз. Сен қазір намаз арқылы Арабиядағы бір досыңмен сөйлесесің бе намаз арқылы? Жайлы ештеңе айтқан жоқпын саған әлі ше. Жоқ, енді дінмен салыстырып көрсең бар ғой, сен Құдайға жалбарыну арқылы ана жақтағы бір досыңмен сөйлесе аласың ба, Америкада отырған досыңмен? Сөйлесе алмайсың. Ғылым саған сондай мүмкіндік беріп отыр. Жаратты деп ойлайсың сен деймін да. Адамдар өздері ойлап тапты дейсің ба сонда? Әрине. Адамды кім ойлап тапты, соны айтшы маған. Адамды ешкім ойлап тапқан жоқ. Бүкіл ғылымды адам өзі жасады. Сендер әйтеуір анау айдаладағы жоқ біреудің қиялынан туған нәрсеге адамзаттың сонша еңбегін апарып су қылып жапсыра саласыңдар да. Ұялсаңдар, кішкене адамдарға деген құрмет қайда сендерде? Бар өмірін соған арнап, сондаймен айналысып, сені өркениеттің бір бөлігі қылып, керемет қылып саған жасап берді осының бәрін. Титтейде бір құрметің жоқ, біреудің қиялынан туған Құдайға апарып жапсырып қоя салдың солардың сонша еңбегін. Ол адамзат жасады, әңгіме жоқ. Адамзат істеді бәрін, дұрыс па? Адамзат даже білесің ба, сендердің Құдай деп жүрген құдайларының бермеген нәрсесін беріп атқан жоқ па адамзат? Ғылым арқылы. Сол ғылымды кім, қалай, адамның малмен айырмашылығы неде, мысалы ше? Баяғыда мысалы, қараш, сендердің саналарыңа салатын болсаң, сендер баяғы заманын ойласаң, қара. Егер баяғыда адам балалы бола алмаған болса, онда бүйтетін еді. Құдай бермеген да, Алла бермеген да дейді. Ғылым Алла бермеген ғой деп отырмайды да, бір жақсы жері. Ғылым Алла бермеген, Құдай бермеген ғой, қайтесің деп отырмайды. Ғылым тексеріп, төңкеріп, балалы болмайтын адамдардың өзіне бала жасап беріп жатыр да, мысалы. Баяғыда өліп қалса, Құдайдың қалауы солай болды, өліп қалды деген сияқты әңгіме айтады. Қаншама баяғыдағылар мен адамның ғұмыр жасы қалай өзгерді, адамдардағы сәбилердің өлімі қалай азайды. Құдайдың қалауы деген әңгіме бос қалып жатыр ғой, негізі өзгертіп жатыр да, адамзат дамып жатыр соның ғылымның арқасында. Не қыласың да басқа нәрсені? Жоқ, мен саған ше, ғылымды мен жамандап отқан жоқпын. Мен ғылымды ашқандардың ешқайсысын жамандамаймын негізі. Жамандамасаң, адамзат қалай пайда болды деген сұрақтың жауабын ғылымнан іздемейсің ба? Бірінші қаяқтан жаратылды адам десем, сен білмеймін деп отырсың да, просто ше. Ғылымнан іздемейсің ба сен, аңыздардан емес? Жоқ, ғылымнан болғанда сен адамзат қаяқтан пайда болғанын білмей отырсың ғой. Ғылымнан іздесең, мысалы, сен білесің ба, сенде түсінік бар ма, адамзат деген тіршілік иесінің шығу тегі туралы сенде ғылыми түсінік бар ма сен басыңда? Адамзат, мысалы, бір тамшы судан жаратылады, дұрыс па? Құма ше, бір тамшы судан жаратылған, несі қуасың ба? Өлеш.
Сен сонда қаяқтан шығасың? Қайдағы су, ол деген су емес айналайын, ол деген жыныс жасуша, не ұрық жасушасы ол. Енді соны бүйтіп прямо спермаға енді. Қуасыңдар ма? Ол еще ол өздігінен ол жаратылмайды, ол деген оған жұмыртқа жасушасы керек. Енді соны енді прямо енді Суда апарып, әйелінің жатырына су құйып жіберсе, апарып сосын баласы бола ма екен? А? Примитивный әңгіме айтасың. Анау сол ғылымның версиясын білесің ба, білмейсің ба деймін. Мысалы, адамзаттың жаратылуы туралы сен ғылымнан іздеп көрдің ба, не дейді екен? Жоқ, мен ғылым ізденіп жүрген адам емеспін жалпы негізі. Жоқ, ол ізденген емес, сен мектеп оқыған шығарсың. Иә. Мектепте үйретеді ғой, оқытады ғой саған. Ош, мектепте маймылдан жаратылғасын дей береді ғой. Ол да ғылым екенін білесің ба? Онда бір маймыл не қылмайсың ба, баға қылмайсың ба, адам қылмайсың ба соны? Конечно, мектепте дұрыс оқымағаннан кейін осындай тупой ойлармен шығасың сен. Сен миыңды имамдар шайып тастағаннан кейін өстіп отырасың да, андай. Ол не түсінгің де келмейді, сен оны қараған да жоқсың, оқыған да жоқсың. Әйтеуір бетін аштың да жаба салдың да, ой болды, онда арабтың аңыз дұрыс екен деп қуып кеттің. Арабтың деп бұл жерде арабтыңқы ғана деп тұрған жоқ қой бұл жерде. Жоқ, по-любому сен аңыз дұрыс екен деп қуып кете салдың да. Ал сен сол сәтте биолог мұғаліммен бірге бұл процесс қалай жүреді? Бұл қайдан шығып жатыр? Осылай деп ізденетін сұрақтарыңды сен сол кезде шыға салып мешітке барып имамға қоймай, немесе соған сенетін адамдарға қоймай, биологияның мұғаліміне қойып сол кезде түсінгеніңде сен может басқаша сұрақ қоюда болатын едің. Биологияның мұғалімінің өзі Құдай қаласа ертең мектепке жақсылап кеңдер деп айтады ғой. Мейлі, биологияның мұғалімі саған биологияны үйрету міндеті да. Сен соған сұрақтар қоюың керек еді. Апай, қалай сонда мына жерде маймыл болатын болсақ біз, оның қандай дәлелдері бар? Ол қалай сонда біз қанша уақытта біз сонда адам болдық? Неге олай? Неғып сонда қазіргі маймылдар адам болып кетпейді? Осындай сұрақтарды сендер имамдарға емес, биологтарға қоюларың керек еді. Енді соның сұрағын жауабын таптың ба сен? Ол сұрақтың жауабын сен и так тауып алатын едің, егер кітапты оқысаң. Маған керек емес ол маймылдан жаралған деген маған. Саған ғылым керек емес, саған аңыз керек. Мен маймылдан жаралған дегенге келіспеймін шынымен айтқанда. Келіспейсің, себебі сен оның қалай жаралдың, олардың қалай айтып жатқанын да түсініп те тұрған жоқсың, түсінгің де келіп тұрған жоқ. Саған лучше жеңіл желпі аңыз әңгімеге соған сеніп жүрсең болды. Адам топырақтан жаралған ғой жалпы бірінші кезде ше. Топырақ деген миыңа қалай сияды, ё-мое. Көресің ғой кейін, о жаққа барған соң көресің. Ғылымның әп-әдемі түсіндіріп тұрған кәдімгі версиясын алмайсыңдар да, айрылады, топырақтан жаратылды деп. Сонда айтшы, жана адам атаны жаратты да, Хауанан жасайтын кезде топырақ бітіп қалды ма, қабырғасын жұлып алатындай? Адам атаны қабырғасын жаратты ғой. Соны айтам да, енді сол бір тал адам жасауға ғана жетті ма, топырақ молынан әкелмей ма? Анау адамды азаптап қабырғасын жұлып алып, қабырғасынан әйел жасап, ол жауыздық қой қарап тұрсаң, біреудің қабырғасын жұлып алып, содан әйел жасау деген. Топырақтан жасадың ба, до конца топырақтан жасаса, жерде топырақ деген толып жатыр ғой. Ол өзі біледі ғой ол. Конечно, өзі біледі. Сен кішкене ойланып соған сыни тұрғыда қарамайсың ба? Жоқ. Ол дұрыс әңгіме негізі маймылдан гөрі ше. Топырақты билеп біле. Адам атада кіндік болды деп ойлайсың ба, соны айтшы? Адам атада кіндік болды деп ойлайсың ба? Білмеймін о жағын. Топырақтан жасалса кіндік болмаған оғыда деп ойлаймын да, кіндік деген туған кезде болады. Хауанада да кіндік болмаған шығар. Не себеппен үйтіп Құдайға сенбейсің сен, соны айтшы. Сүйектен қалай бір қабырғаның сүйегінен деймін да, қалған сүйектер қабырғаның жанынан жарып шықты ма, қолдың сүйектері қаяқтан шықты онда. Кішкене бір ойланып қарасың бар ғой. Маймылың бар ғой, айналайын болып қалады сен қандай әңгіменің жанында. Маймылды да кім жаратқан? Аллах тағала жаратқан ғой. Өзі жоқ болса да біреулер жаратып жүр ма деймін да. Ол жоқ емес, бар. Бар екенін сен қаяқтан білдің? Мен сенем солай.
Сенің сенуіңе не себеп? Себебім жетеді ғой өзім үшін. Ол түп тамырына қарадың ба сол әңгіменің қаяқтан шығып саған қалай жеткенін? Және сол түп тамырында тұрған адамдар сенуге лайық па, лайық емес па? Не үшін соларға сенуің керек? Не үшін оларға сенбеуім керек мен? Себебі олар сенің далаңнан далада бәленбай 1000 километр жерде өмір сүрген, өзінің даласында жүрген тура сен сияқты қарапайым адамдар. Қазақтар қалай ертегілерді ойлап шығарса, олар да тура сол ертегілер ойлап шығарған. Енді сен тұрсың да өзіңе дым қатысы жоқ, ешқайнаса сорпасы қосылмайтын айдаладағы бір ұлттың адамын өзіңнің ата-анаңнан артық жақсы көрем деп, оның әйелдерін анам деп, олардың аңыздарын ақиқат деп кеттің де, олардың жерін қасиетті деп қуып жүрсің. Не үшін сену керек оларға? Вообще бұл жерде араб жайлы әңгіме айтып жоқпын, мен адамзат жайлы айтып отырмын да негізі ше. Ислам туралы, егер сен мұсылман болатын болсаң, мысалы, сен айттың ғой Аллах деген құдайға сенем деп. Аллах деген құдайға сенсең, оның бәрі арабтың айналасынан шықпайды ғой. Енді дұрыс қой, енді әркім өзіне қалай қабылдайды солай ғой. Жоқ, солай қалай қабылдайды солай емес ол. Жоқ, солай. Сен орыс қызды жақсы көрсең, орысты жақсы көресің ғой, короче. Қазақ қыласаң, қазақ боласың ғой. Неге олай қабылдайсың, өзіңе бүйтіп қабылдасаң болады ғой? Жоқ, арабтан басқа бірдеңе тауып берші маған сол исламнан. Вот таратушы ғой, айшын араб таратушы. Жоқ, таратушы емес, осылай. Міне мына нәрсе арабтарға қатысы жоқ. Жалпы адамзатқа қатысты айтылған, себебі бұл жерде арабтарға ғана арабтарда болмаған бір мәселе, арабтарда болмаған бір жер туралы айтылған деп па, бірдеңелер бар ма сондай? Арабтар білмеген бірдеңе туралы айтылған деп, бүкіл адамзатқа айтылған, себебі ол арабтар білмеген нәрсенің өзін айтқан десең, кішкене бір ақылға сыйыңқырайтындай болады да енді. Ата бұл жерде бәрі сол таяу шығыстың аңыздары, бәрі персонаждардың бәрі сол таяу шығыс пен сол маңдағы адамдар. Артық ештеңе жоқ қой, жоқта. Проблемалар да сол жердегі проблемалар, солардың соғыстары, солардың үйленгені, ажырасқаны. Ол сол тарихта ғой, ол өзіміздің тарихта. Өлгені, тірі қалғаны, басқа ештеңе жоқ қой жерде. Не бар басқа? Қазақтың да тарихында бар ғой. Қазақтың тарихында нәрсені айтты, қазақтың ертегісін айтсасыңдар, оны ертегі деп мойындамайсыңдар ғой? Жоқ, мысалы, абай атамыздың ретсіз емізбеген деген әңгімелердің бәрі рас нәрсе ғой. Енді рас болса рас шығар, енді ол не береді саған? Сенген ғой, мысалы, абай атамыз сенген ғой. Енді абай сенсе, сен де сенуің керек па сонда? Енді біздің атамыз жайлы айтып жатсың ғой сен, ақырым пайғамбарға сенбеймін. Мен саған нені айтып жатырмын? Исламның түп тамырында тұрған жерде саған қатысты бірдеңе бар ма деймін? Бар ғой. Не бар саған қатысты? Қазақтарға тиіспесе тиіспеңдер деген мысалы. Қойшы, ё-май, өтірік соққыңдаршы. Ой, сен тыңдамаған екенсің ғой. Тиіспесе тиіспеңдер. Ол пайғамбарыңның кезінде оның сахабалары қай жерге дейін келген сонда? Өтірік соқпаңдаршы. Ол не бүкіл әлемді жаулаған халифат болған кезде Мұхаммед пайғамбардың ол кезде жоқ қой, қайтыс болып кеткен ғой. Оны имамдарың да оны жоққа шығарып жүрген, Нұрсұлтан ұстаздарың айтып жүрген, Укаша деген сияқты сахабалар, ондай сахабалар қазақтың жеріне келмеген деп айтып жатыр ғой. Олар келмеген, ешқайсысы өтірік әңгіме ол. Құранда жоқ қой қазақтар туралы, түркілер туралы. Болмаса солтүстікте өмір сүріп жатқан эскимостар туралы, якуттар туралы, Америкада өмір сүріп жатқан тайпалар туралы жоқ олар туралы. Енді сонда кітапқа жазған Дарвиннің сөзіне сенесің бе сонда сен? Дарвиннің сөзіне сену керек па не? Жоқ, жаңағы маймылдан жаралған деген ше? Сол ойлайсың ба, ғалымдар ақымақ деп біреудің бір ауыз сөзіне сеніп кете беретін? Жоқ, сол қаяқтан шығарған деймін де сол әңгімені, мысалы. Вот көрдің ба, сен соны қарауың керек. Бұл Дарвиннің сөзі қай заманда айтылған? Ол айтылғаннан кейін ол әңгіме тексерілген ба, тексерілмеген ба? Бұны ғалымдар не үшін алып кетті? Неге оны бүкіл әлем өзінің кітаптарына қосып, биологиядағы ең іргелі теориялардың біріне айналып кетті? Неге? Сен осыны сұранып ізденсеңдерші, неғып бұл ғалымдар топас па, немене бір адамның сөзін алып кетіп, бүкіл әлемге жайып жүр?
деп бір ойлану керек қой. Ғалымдар ақымақ адамдар емес. Ғалымдар біреудің әңгіме, ғалымдарда авторитет деген әңгіме жоқ. Ғалымдар бір-бірін мойындамайды олар. Олар мойындау үшін олар кәдімгі тексеру керек. Жаңағы идеяны, ойды, тұжырымды. Қаншама адамдар зерттеулер жүргізеді. Уақыттың сынынан өткен нәрсе ойлашы. Бекер нәрсе емес қой. Біреудің сөзі емес ол. Ол деген үлкен ғылыми база. Қаншама ғалымдар сонымен айналысқан. Жалғыз Дарвинге тіреліп қалған ештеңе жоқ ол жерде. Дарвин қазір тіріліп кеп, менің теориям қате, менің ойларым қате болған екен, ренжімеңдер, алып тастаңдар десе де, қазіргі ғылым айтады оған, дәке, сен отыра бер, сен дұрыс айтқан екенсің, біз тексердік сенің айтқаныңды. Сен қате деп айтып жатсаң да жоқ, сен қате емес екен дейді. Дарвинді отырғызып қояды. Дарвиннің өзінің сөзі түкке тұрмайды. Одан кейін қаншама зерттеулер болған. Жоқ, онда неге біз туылған кезде маймыл болып туылмаймыз онда, айтшы. Сен, конечно, түк түсінбейсің, мысалы, ол процестің, сен өзіңнің, мысалы, маймылдардың бір түр екеніңді де білмейсің, мысалы. Маймылдан адам қалай пайда болды деген процестің қалай қанша жылдар бойы, қалай жүрген, ол туралы ешқандай ақпаратың жоқ. Сенің ойыңша сол жаңағы Құрандағы сияқты бір мұғжиза болу керек сияқты да. Маймыл болып туып, таңертең маймыл болып туып, түсте адам болып кету керек деген сияқты. Ондай мұғжиза ол айтып отырмын, аңыз кітаптарда ғана болады. Ғылымда ол жерде үлкен ұзақ процестер болады. Ол процестерге қатысты тұжырымдардың артында да өзінің бір негіздемелері болады. Сен неге сүйеніп сонда соған айтып жатсың, маймылдан жаралғанбыз деп тұрсың? Маймылдың бір түрі болып саналасың. Биология деген ғылым бойынша сен маймылдың бір түрі болып саналасың. Өйткені жалпы тірі тіршілік, биология деген ғылым тірі тіршілікті зерттейді, биос. Тірі тіршілікті өзі негізгі екі түрі бар ғой, флора және фауна. Флора деген өсімдіктер әлемі, фауна деген жануарлар әлемі. Фауна адам, сол фаунаның ішіне кіреді, жануарлар әлемінің бір бөлігі. Адам да жануардың бір түрі. Сендер қабылдасаңдар да қабылдамасаңдар. Маймылдың оның ішінде маймылдың бір түрі адам деген. Адам тәрізді маймылдардың отрядына кіреді. Элементарный нәрсе оны. Қаласаң да, қаламасаң да солай бөлінеді. Не онда қазір жоқ маймылдардың арасында? Адам сияқты маймылдар. Адам сияқты маймылдар бар. Адам сияқты маймылдарға шимпанзе кіреді, горилла кіреді, орангутан кіреді. Олар адам сияқты маймылдарға жатады. Неге олар өсе келе милары дамымайды? Мысалы адам сияқты. Олардың даму жолы басқа, сенің даму жолың басқа. Сен интеллект арқылы бейімделгенсің. Олар орманына өзінің басқа нелер арқылы бейімделген. Жоқ, зоопарктегілер айтсын. Орманда кайфовать етіп өмір сүріп жатыр ол. Саған оған адам болу дым да керек емес сен. Зоопарктегілерді айтты, зоопарктегілер неге адам болып кетпейді? Конечно, зоопарктегілер деген ол бір поколенияда ештеңе өзгермейді ол. Миллиондаған жыл болатын процесс ол деген. Сосын ол деген сенің хотелкаңмен болатын нәрсе емес ол. Немесе мақсаты бар дүние емес, мысалы. Эволюция мақсаты адам жасау, немесе бүкіл нәрседен адам болу керек деген жоқ, ондай емес ол. Ол әр ортаға қарай өзгерістер әртүрлі болады. Сенің хотелкаң, Құдайыңның хотелкасы жүрмейді ол жерге. Шатасасың негіз. Осынша жыл өтті ғой. Шатасы, қара сен сонда ғалымдар шатасады дейсің да, сен аңызшыларың шатаспай ма, сен ертегішілерің? Кітап шатаспайды. Кітап бар ғой, Құран кітап бар ғой. Енді оны да жазған ойлашы, сен 21-ші ғасырдың ғылымына қайшы келесің да, оған қарсы 7-ші ғасырдың бір кітабын қойып отырсың да. 7-ші ғасырда дым жоқ еді ғой, дым жоқ заманның кітабына не сонша сен отырсың? Ол сол кітаптан бәрі кеп жатыр ғой, жазылғандардың бәрі кеп жатыр ғой, жайлап. Иә, қай жерде таяқ жыланға айналып жатты? Қай жерде ана адам нені жарып өтіп жатыр теңізді, Мұса сияқты? Иә. Өтті ғой ол уақыттың бәрі, сонда пирамида солардың бәрі дәлел емес пе сен үшін? Пирамиданың не қатысы бар сенің пирамиданың құрамына? Үсқы сол енді Мұса пайғамбармен кім мойындамаған ғой. Кім еді анау? Қуасың әрек кішкене, айтып отырмын ғой, бір кішкене басқа да дерек көздерін ізденіп, жан-жақты ақпараттарды қарасыңдаршы. Жоқ, енді сен Египеттегі нені көргесің ба, негізі?
Египеттегі пирамидалардың сендердің пайғамбарларыңа түк қатысы жоқ қой. Жоқ, кім соқтырған соны? Перғауындар. Ол жерде әртүрлі перғауындар соқтырған. Оның басы Джосер деген перғауыннан басталады. Джосер бар, одан кейін бері қарай Тутанхамондікі бар, Гизаның пирамидалары бар. Көп ол жерде. Рамзес 2-ші, Рамзес 3-ші. Ол жерде ол Египеттің өркениеті, бәленбай 1000 жыл өмір сүрген өркениет. Ол жерде пирамидалар өте көп. Қазір неге солар не қылмай қалды? Сол перғауынның несін ұстамады сонда? Несін ұстамады? Баяғыдай не үшін адамдардың бәрін құл қылып ұстамайды? Қуасың ба? Қазір қай жерде құл қылып ұстайды? Жоқ, сол баяғыда сондай тарих оқысын. Түсіндім мен сендер. Айналайын, кішкене тарих кітаптарды ашып, бір оқысаңдаршы, мектептің берген білімін алып шықсаңдаршы, не? Құран, хадис, уағыздан басқа ештеңе оқымағансыңдар ма? Не бар? Мектептің программасында бар ғой, Египеттің, көне Мысырдың тарихы туралы да. Жалпы тарихта қалай жүретін нәрсе. Ал мақұл, жарайды. Мысыр, араб дедің ғой енді. Қазақтардың несін айтшы. Ойлансайшы кішкене, қуа бермей. Енді сен ойландырмай жауап жазып қойыпсың ғой неге? Сен бүйтші, неше түрлі ақпарат көздерін оқып, кітап оқып, бірдеңе. Әйтеуір діннен басқа бірдеңе қараңдаршы, өтініш. Енді не сені түрткі отқан өйтіп жоқ дейтіндей? Не дінді қарамайсыңдар, не діннен басқа ештеңе қарамайсыңдар.